Менің аты жөнім Байдесен Ақмерей Нұрсұлтанқызы. Өзімді таныстыра кетсем, Түркістан облысының Шымкент қаласында дүниеге келгенмін. Жасым 17-де. Қарағанды қаласының Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының 2018 жылғы түлегімін. Қазіргі кезде Абай Құнанбаев атындағы Саран гуманитарлық техникалық колледжінің шет тілі бөлімінің 3-ші курс студентімін. Болашақ мамандығым шет тілін үйрете отыра болашақ жастарға саналы білім беру. Енді өзімнің ұстанымдарымды таныстыра кетсем, бірінші өмірлік ұстанымым жақсы өмір жақсы ойдан басталады. Неге дәл осы ұстанымды мен өмірлік ұстанымыма алдым? Себебі егер адам жақсы ойлай бастаса, жақсылық жасай бастаса, адамның өмірі жақсара бастайды. Яғни жақсы өмір сүру ол біздің өзіміздің қолымызда. Өзіміздің ойымызды басқара білу, өзіміздің іс-әрекетті басқара білу, бұның барлығы біздің жақсы өмір сүруімізге алып келеді. Менің екінші ұстанымым ол студенттік ұстаным. Яғни уақыт өтіп жатқан жоқ, сенің өмірің өтіп жатыр. Неге мен дәл осы ұстанымды студенттік ұстанымға қойдым? Себебі мен қазір өтіп жатқан кезең ол студенттік кез. Дәл осы студенттік кезде барлық білімді жинақтап, барлық қазынаны тауып, миға сіңіру ол менің тәжірибем. Бұл тәжірибе ертеңгі үлкен өмірде менің жетістігім. Менің үшінші ұстанымым әрине менің мамандығыма байланысты. Менің болашақ мамандығым мұғалім. Мұғалімдік ұстанымым жаман оқушы болмайды, жаман оқытушы болады. Әрине жаман оқушы болмайды, жаман оқытушы болуы мүмкін. Оқытушының міндеті әртүрлі әдіс-тәсілдер тауып, әр оқушының тілін таба білу. Әрине оқытушы болу күрделі мамандық. Бірақ бұл күрделілігіне қарамай, мен оқытушыға ыңғайлы, оқушыға қызықты әртүрлі әдіс-тәсілдер тапқым келеді. Бұл менің үлкен мақсатым. Ал бұл ұстаным осы мақсатқа жетуге көмектеседі. Менің осы күнге дейін жеткен жетістіктерім бірінші Алланың, екінші ата-анамның, үшінші менің мінез-құлқыма байланысты. Мінез-құлықты қалыптастыру, өз ойыңды басқара білу, өз-өзіңді сырттан қарау. Абай айтқандай, өз-өзіңнен есеп алу, бұның барлығы күрделі процесс. Осы күрделі процестен өткен сайын біз кіші-кіші жетістіктерге жете бастаймыз. Бұл кіші жетістіктер біздің тәжірибеміз. Ал бұл тәжірибелер біздің үлкен жетістікке жетуге жол ашады.